Қайырлы таң көрермен, біз бүгін Сапар Байжанов атындағы нөмір 168 мектеп гимназияға келдік. Бүгін балалар, мектеп оқушылары қандай тамақ жейді, соны көреміз. Ал мен алдымен дастархан дайындауға көмектестім. Бәрі дайын сияқты, оқушыларды шақыра берейік. Ал балалар, сендерге тамақ ұнады ма? Мектеп жасындағы балалардың рационында азық-түліктің барлық негізгі топтары, әсіресе көкөністер, жемістер мен жидектер, астық тұқымдастар, ет, балық, сүт өнімдері, жұмыртқа болуы қажет. Дұрыс тамақтану мектепте өте жақсы жолға қойылған. Тағамның құрамындағы негізгі қоректік заттар, белок, көмір, су, май болуы қатты басты назарда. Және де тамақ рационында дәрумендер, тағамдық талшықтардың болуы, және сонымен қатар тәулік бойы тамақтанудың тәртібін, мөлшерін мектепте сақтау, сонымен қатар барлық тағамдар санитарлық гигиена талаптарына сәйкес болуы өте жеті қадағалауда. Бүгінде барлық мектепте бастауыш сынып оқушылары үшін тегін тамақтану жүйесі қарастырылған, оларға белгіленген мөлшермен арнайы мәзір бойынша тамақ дайындалады. Қазіргі таңда біздің мектепте 741 оқушы оқитын болатын болса, соның 317-сі біздің мектепте тегін тамақпен тамақтанады. Ол қазіргі мемлекеттік бастауыш сыныптарға тегін тамақтандыру жобасы бойынша 1 мен 4-тің арасында 285 бала тамақтанса, ал 2020 жылғы Қазақстан үкіметінің 30 желтоқсандағы 949 қаулысы негізінде 5 категориялық бойынша құжат тапсырған 5 пен 11-дің арасында 32 бала тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Мәссаған, мұна жігіттер жарады, міне тамақтарын тауысып қойыпты. Жігіттер тамақ жейді ғой осылай, иә? Мектеп оқушылары күнделікті түрлі тағам жейді. Оған қосымша аспаздар кейде сүзбеше, кейде жеміс-жидек ұсынады. Айтпақшы, жоғары сынып оқушылары үшін мәзірдегі тамақтардың бағасы есептеп бекітілген. Біздің мектептегі қазіргі таңдағы тағамдардың құрамы бұл тамақтандыру орталығы менен әзірленген. Мысалы, бүгінгі сіздер көріп отырған балалардың тамақтануы бүгіндегі тауық етінен жасалған котлетті көрдіңіздер. Бұл жердегі әр жасқа ерекшелігіне орай котлеттің көлемі әртүрлі мөлшерде салынады. Мысалы, 7 мен 10-ның арасында 70 грамм болатын болса, 11 мен 14-те 80, ал 14 пен 18 жас аралығында 90 грамм көлемінде салынып отыр.